Өйткені адамның ішкі тазалығы, ар-ожданы, адамгершілігі ең маңызды болып келеді. Сен өмірде қандай жетістікке жетсең де, сенің жүрегің таза, ойың, ниетің таза болмаса, бұның ешқандай маңызы жоқ деп ойлаймын. Адал еңбекпен жұмыс істеп, сол адал тапқан ақшаны бостан-босқа құрту, ол біріншіден өз-өзіне деген құрметсіздік, өз-өзіне деген құрметті көрсетпеу деп ойлаймын. Осы өмірде қалай тепе-теңдік ұстаймыз, ол рухани құндылықтарға кітап оқып, отбасымыздың, жақындарымыздың жанында болып, өзіміздің қасиеттерімізді қалыптастыру керекпіз. Ал материалдық тұрғыда біз ақшаны өзімізге алмай, оны әртүрлі қорларға, адамдарға керек жерге құртып, осы екі құндылықтарды тепе-теңдігін ұстай аламыз. Рухани құндылық болмаса, материалдық құндылықтар болмайды деп ойлаймын. Өйткені рухани құндылықтар басты мансабы бірдеңеге жету, ал егер де ол жете алмаса, материалдық құндылықтар болмайды деп ойлаймын.